Малайзияда қалғың келді ма? Қалғым келді негізі. Бірақ ол кезде үйдегілер айтты, не де болса да ауылдан бірдеңе тапсай, Ақтаудан табасың ғой, келе бер. Сосын ладно деп бітіргеннен кейін 1-2 айдан кейін самолетке билет алып қайтып келдім. Осын жұмыс таба алмадым. Жұмыста келдім, әр жерге резюме тастап бастадым. Бірінші жұмысым Homebank кредит па, сол резюмеге шақырды. Неге резюмемді алып интервьюға шақырды. 25 мың теңге айлық деп. Қай жылы? 2011 ма? 2015, 16 ма сондай. 2016 даже, кажется. Ну, көзім былай. 25 мың теңге как? Содан одан келіспедім, сосын какой-то Фортебанкте істедім, потом Фортебанк интерн ғой, как стажер ретінде, потом стажерларда, оказывается, олар жаңағы брошюра таратып алға жібереді екен. Короче, мне все это не подошло, потом мен бардым да, дос балам звондады бір күні, екеуміз бітіргенбіз сол жақтан. Давай бизнес ашайық деді.